Айтайын ба айтайын? Айта беріңіз. Аз дегенде 50 миллион алам. Сода жаңа тоқтатпаса толыққанды шіріп кетер ме? Шіріп кетеді. Қазақ елін байыту қиын емес. Айтын бар. Мен осы жаққа қазақ елін байытам деп келдім. Біздің Алматы төңірегінде көп адам бұл істеп шығара алмады. 50 тоннаны екіге бөлеміз, 25 тоннаның ақшасы менікі. Ана 25 тоннаның ақшасы және сендерге осы адамға бөліп беремін. Пайдалым? Пайдалы. Қайырлы күн достар, есім Құрманғали Флан, бұл Сала таңдау каналы. Бүгінгі біздің кейіпкеріміз Айткен атамыз 81 жастағы. Жылыжай теплица дейді, біздің қазақша айтқан кезде негізі қазақшасы жылыжай, бірақ біздің қазақтар теплица дегенге үйреніп қалған. Біздің өткен шығарылымда Азамат деген бауырымызбен біз 4-5 сотыйда қалай ашу керек және де соны қалай баптау ережелер көрсеткен болатынбыз, бірақ бұл жолы сіздерден 81 жастағы атамыздан, Айткен деген атамыздан осы ауыл шаруашылығы, жылыжай шаруашылығы бойынша 11 жылдық тәжірибесі бар маманнан тікелей сұхбат алуға келіп отырмыз. Біз қазір Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы, Ақтоған ауылына келіп отырмыз. Сондықтан осында ұзақ жол жасап келгенімізде осы Айткен атадан сұхбат алып, тәжірибесімен бөлсем деп отыр екен, тәжірибесімен көрсетем деп отыр екен. Осы 81 жылдың ішінде әлі көптеген жерлерін бірде-бір сұхбат бермей екен. Жақында осы Ахметбек ағаймен танысқаннан кейін, осы қазаққа үйретем дегеннен кейін, көрсетем дегеннен ғана рұқсат беріп, жалпы тәжірибесімен түгел тікелей бөлісуге дайын екенін айтқаннан кейін біз келіп отырмыз. Ассалаумағалейкум Айткен ата. Алейкумассалам балам. Бүгінгі біздің келіп отқан ең бірінші сізге қояр сұрағымыз, біздің көрермендердің сұрағы, жалпы енді Қазақстанда қазір үкімет тарапынан ақшалар бөлініп отыр. Жаңағыдай ауыл шаруашылығына, егін шаруашылығына, мал шаруашылығына. Бірақ ақша бөлінгенімен сол ақшаны мал алғаннан кейін, осылай теплица бастағаннан кейін, оны ары қарай жүргізу жолын, қалай өнім алу керектігін, өнімді қалай баптау керектігін үйретпейді. Яғни адамдар залог қояды да кредит алады, үлкен-үлкен қарызға батып отыр. Енді осыны Ахметбек ағай көргеннен кейін осындай бір проблеманы, осыны шешудің жолында қарастырып отыр қазір уақытта. Сондықтан осы сіздер сияқты тәжірибелі мамандардан бір сұхбат алып, осындай бір кішігірім осындай бір программа жасап отырмыз, Сала таңдау ауыл шаруашылығы деген. Сондықтан осы біз сұрақтарымызға осы жерде жылыжай жайлы, теплица жайлы, оның құпиялары жайлы, баптау жайлы, суғару жайлы, тұқымдық жайлы толық жауап берсеңіз. Егер 100 метр, ұзындығы 100 метр, кеңдігі 18 метр есептегенде, менде қазір 11 теплица бар. Бүгін аралап беріп шаршамасаң бәрін көрсетемін. Міндетті түрде. Жасыңыз 81-ге келді, бір агрономдық бір оқу, сондай бір біліміңіз бар ма әлде? Өзіңіз? Жоқ. Агрономдық білім жоқ. Мен өмірімде 11 жылдың алдына шейін мен қолымда өмірді кетті ұстаған адам емеспін. Күрек ұстаған, ауылға барған адам емеспін. Қалада өскен. Менің мәнсабымды сұрамай қой. Мен істеген қызметті сұрамай қойғаны кейін айтасың. Бірақ Қазақстанға келіп, осындай кең жер, осындай кең ел, осындай кең суда неге мынау шығармайды? Бұлар Қытайдан әкеліп, Өзбекстандан әкеліп, Қырғызстаннан сатып аламыз. Қазақстанда жоқ екен. Осыны шығарайын деп, өзімді үйреніп, ақыры осыны шығарып кеттім. Әзір жылына мынада аз дегенде 250-300 тонна. 250-300 тонна помидор. Помидор. Теплицаның негізгі атадан сұрасақ, көлемі 2 гектар жерде атамыз теплица егіп отыр екен. Жылыжай екен. Қазір енді сәуір айы адамдар енді егіп бастағаны жоқ негізі қазір теплицаны көп жерде. Ал сізде уже өсіп өнім беріп жатыр ма? Мен сатып жатырмын, алтын. Уже сатыватсыздар ма уже? Бүгін саған бір коробка, Ахметбекке бір коробка дайындап қойдым. Жеткіземіз берсе. Ата, енді сізге сұрағымыз ең бірінші, өніміңізді қайдан аласыздар? Ұрығын? Ұрығын Алматыда кәдек сататын жер бар, үкіметтің, содан аламыз. Бір ұрығы бір жылда қанша килограмм өнім береді? Қияр. Енді мына қияр анша бұл нақ айтуға болмайды. Бұл өте қиын. Бұны көп адам шығара алмайды. Өйткені бұның ауруы жаман. Қиярдың ауруы. Әзір каранина өрістейміз ғой, бұны одан да жаман. Бәріне жұғады. Бір жұқты ма, бұның жейтін нәрсе көп құт тоқтатпайды. Соның үшін мен мынаған әзір бір теплицаға ғана саламын, бұрынырақ ақшалып істету үшін. Бірақ болмаса бұның ақшасы помидордан 2 есе артық. Қиярдікі. Мен өткен жыл осы мына бір теплицамнан біреуінен, сені жасырмайын, 9 миллион алды. Қанша уақытта? Осы біреуінің бір маусым. Бір маусымда? Осы біреуінен. Қиярдан ғана? Қиярдан ғана. Биыл қыс суық кетті да, әзір кейінек шығып жатыр. Алла берсе енді бір 10 күннен кейін мынадан күніне орта есеппен бір теплица ғой осы. 8 килограммда 9 килограмм шығады. 1 тоннадай шығады. Күніне? Күніне.
Килограммы оптым бағада 250 теңге. Өткен жылы бастап 500 теңге болды, 400 теңге болды, 200 жыл ақырына барғанда 80 теңге тең болып қалады. Ол уақытта біз бұна қарамаймыз, тастай саламыз. Сонда күніне сіздер, күніне сұмдық шығайынып тұр ма сонда? Бір күн тұрып, бір күн шығады. Бір күн тұрып, бір күн шығады. Бір күнде тонна шығарсаңыздар, килограммы 250-200-ден сатсаңыздар, онда ақшаның астында шынымен қалады екенсің. Жердің құнарлығына байланысты ма бұл жер, әлде өздеріңіз жерді еттіңіздер ме, есептеттіңіздер ме жаңағыдай? Жерді біз жердің құнарлығы емес. Бұған біз әр жерде қойдың көңін санамыз. Шалқар мынаған биыл қанша сатып қойдың көңінен? Навоз ба? Қойдың 30 жыл, 40 жыл шіріп қалған көңі. Именно сондай сатып алу керек па? Сатып аламыз, мәшинені қазғанда бәрін ақша береміз, соны бәрін сатамыз. Жерді жиі ауыстырып тұру керек па, әлде бір жерге қанша жыл бойы екіп тұру? Ой, кете береді. Кете береді. Немен әгер көң болса бар ғой, 10 жыл болсын, 20 жыл болсын, көң болса болды. Суғару жол қалай отыр? Шлангымен суарамыз. Бағана сәтті көрдің ғой. Анда капельный суғару жоқ па? Капельный ол байлардың істейтіні ғой. Онда капельный жоқ, сосын емдету жағы қалай отыр? Қандай аурулар бар қиярда? Мынаның екі түрлі ауру бар. Бірінші сары ауру дейді. Әзір ан жақта көрсетемін. Екіншісі мұның бір қызыл бит. Ең жаманы сол. Қаптап кетеді. Bir günde біреуінің өзі 28 мың туады дейді. Екі күннен кейін ұшып кетеді. Соны біз әзір мен Қытайдан әкелген саймандарымды көтемін. Мұны түтінменен. Тұманға мұны жауып тастаймыз да. Дәріні осы Қазақстанда сата ма дәрілер? Карата ма? Карат деген дәрілер, бәрі бар. Қиярдың именно дәрісі. Тұман қып. Сіздерден сосын ата өздері алып кете ме, өздеріңіз апарасыздар ма қалаға? Өзіміз апарамыз, баны машинамыз тұр ғой. Сол бір машинамен таси алмай, және бір машина жалдаймын, айына 1 миллион беріп. Жаз күндері мен күніне 5 тонна, 6 тонна шығады. Күніне 5 тонна? Бірчайын бізді стаканмен ана жерде бір айырым бүйігі растатық бөсіп аламыз. Үйдің ішінде? Үйдің іші емес, ода үлкен ғой, оның бәрі. Топырақ саламыз, соғын қоямыз да кішкене қоямыз. Одан кейін оларды паданың үстіне қоямыз. Соны күн өткені от жағып отырамыз. Кішкене бала сияқты. Сіздер 11 айда бастыңыздар, яғни бұл бізде ноябрь ғой? Содан бастап, сосын қай уақытта теплица біздесіздер? Мынаны біз биыл 2-ші айдың 20-шіне ектік. Яғни февраль айында егіп бастадыңыздар. Өнімді қай уақытта бере бастайды? Міне беріп жатыр, сатып отырмыз. Февраль айында ексеңіздер. Наурызда бере ме? Наурыздан кейін береді. Наурызда, әр жылы біз Наурыздың 23-24-інде базарға шығарамыз. Жалпы қиярмен айналысқан помидор қарағанда пайдасы көп дейсіз ғой сонда? Мынау пайдасы көп, мына заманауи істеп жатыр ғой. Темір неменемен, шлангымен тамшылатқан анан кейін төгерегінің бәрі ыстық. Отопление. Ол жақсы. Онымен уже көп ақша тауып болды. Бұдан ақша анадан 2 сатық. Айттым ғой бұнан бір өзіңмен өткен жыл осы бір теплицадан 9 миллион. Сосын онда тағы да сұрақ. Мына жерде 2 қабат болып тұр ғой мысалы мынау. Мынау екінші қабаты не үшін? Күн өткізбес үшін бе әлде жылу ұстау үшін бе? Жылу үшін. Бұл болмаса бар ғой. Анау бекер. Негізі жылуды ұстайды. Мынау былай тарта саламыз. Кеше суық болды ғой. Мысалы кем бердім ғой. Кеше мынаның барлығын былай жап қымтап тастаймыз. Соны 2 қабат. Аның арасы ауа ұстайды. Болмаса мынау горелый болады. Жаңа сосын пеш тұр сіздерде. Пештің жақта паровой көліп тұрған жоқ, бірақ пешті ғана жағасыздар ма ішінде? Пешті ғана жағамыз. Пештің үлкен бола ма? Үлкен болады. Трубаның ұзындығы 9 метр. Осының өзінде әзір 12 мың жақ 24 пеш бар осының ішінде. Осының ішінде 24 пеш бар. Қанша тонна көмір кетеді? Бұның енді жаққанда мынаған көмір көп кетеді. Мен биыл айттым ғой, осынға шейін мен 270 тонна көмір жақтым барлығы. Толық теплицаңызға, осы 2 гектар теплицаңызға. Пеш ішінде 16 пеш, 8 пештен дедіңіздер ғой бар. Турбасы 150 метр, ұзындығы 150 метрдің бір жағында 8, ар жағында 8 пештен орналасқан. Пештер сондай бір қара не емес, кәдімгі қолдан жасалған. Пеш бір күнде біреуіне қанша жағасыздар? 4-5 күн жағып қоясыздар. Жылу жақсы береді ме? Яғни жылу міндетті түрде болу керек ең бірінші. Одан кейін пакет. Ауаның ішкі 30 градус болу керек па сонда ішкі температура, или одан жоғарылап кетсе не болады, төмендеп кетсе не болады? Мынау 6 градустан төмен болса өледі. 6 градус суық болса, содан төмен десе ауру тиеді. Соның үшін мынаған әзір осының шейін от жағып отырмын. Осының кейін қай уақытта жағасыздар? Енді әзір бүгін немене көрсем ауа климатын ыстық болды. Енді Құдай қаласа жағып отырмыз. Енді бір 5-6 күн тоқтатуымыз керек. 30 градус дұрыс температура ма? 30 градус ең нормал етеді. Біз әр күні мынаған әр қайсысына көресің жолдағы немене
градустер бар. Таңертең градус қанша болғанда мынаны ашып тастаймыз. Анан кейін 10 мынаны ашамыз. Соған қарап теңшеп отырамыз. Мысалы ана менің балаларым өзі аш деймін, солар жүгіріп алады. Қатты ысып кетсе де ауырып қалады бұлар, Қатты ысып кетсе де ауырып қалады. Қатты суып кетсе де ауырып қалады. Орташа температура. Ортасы. Екінші сұрағымыз, ата енді біздің тағы да біздің көрермендерді мазалайтын тағы да бір сұрақтардың бірі, жаңағы еккеннен бастап бұны қалай баптау керек, қандай жапырақтарын жұлу керек, тұқым көп болу үшін мысалы белгілі бір жолдар бар ма, мысалы жаңағы артық қиярлар жұлып отыру керек па, артық жапырақтарын кесіп отыру керек па, жіпті қай уақытта іле бастау керек деген сияқты осы сұрақтарға жауап берсеңіз. Бұл қиярды баптау өте қиын. Бұл кішкене бала сияқты. Бұған мысалы қойыңы артық кетсе, күйдіріп тастайды. Кем кетсе, жақсы өнім бермейді. Оны қалай есептейсіздер? Біз стаканға салған уақытта мен саған стаканды көрсетемін. Сол стаканға салған көңді өлшеп отырып саламыз. 3-4 күрек топыраққа бір күрек көң саламыз. Соны араластырып соған өсіріп аламыз. Оны әкеп мына жерге қоямыз. Оны мына жерге қойған уақытта кішкене ғана растатыған мындай ғана болып тұрады ғой. Ол ақырын өсіп, осыны өсіп келеді. Келгенде астынан бастап бұның қияр алдымен гүл шығарады. Сол 2-3 күн шыққанша жүріп алып тастаймыз. Алдымен гүл шығарады дейсіз? Алдымен гүл шығарады, одан кейін сол гүлді жұлып тастайсыздар ма? Гүлдің өзі мына гүл міне ғой. Мына қияр ғой. Оның мына астыңғы жағынан шыққан жұлып алып тастамасаң, мына өспей қояды. Төбесі өспей қояды. Мына өспей қояды. Мына не дейсіңдер? Анда сабағы? Сабағы. Мына өспесе жапырақ өспейді. Соның үшін бұдан өнім алу үшін алдымен міне осындай жерге келтіріп алу керек. Мына енді маған ертеңгі күніне 1 тоннадан береді. Міне бәрі қара қаншадан тонна. Біреуінде бір сабағының өзінде біраз өнім тұр, мен мына өседі алып алам, және төмен түсіремін, шыға береді. Бұл қайырге дейін бар, дөшеге дейін барады ғой, ары кетсе. Ой, анаған бірақ шығып кетеді ғой. Негіз кете береді? Кете береді. Мен мына төмен жағын алғаннан кейін бар ғой. Мына құрап нете ғой, айландырып жерге байлап отырады. Төмен түсіріп. Суға шыққандай не қоспайсыздар ма? Дәрі, витамин. Витамин қоссақ ең жақсы тауықтың боғы менен, құстың боғы. Суға да көрсетемейсің. Соны қосып нетесіздер, құрметті көрермендер, атамыз айтады ғой, суға біз кептердің боғы ең жақсы удобрение болады дедіңіз? Ең күшті. Тауық кептердікі? Тауықтікі қойдікінен күшті, бірақ ол көп кетеді. Қойдікі жердің топырағын босатып, қатетіп қоймайды. Ал мынау бізде жаңағы тауық пен кептердікі? Тауық емес, кептердікі. Тауықтікі мен аламай, табалмай тұрмай. Мынаның ішінде кептердікі, мынау витамин. Әзір мынаған енді осыны берсем, мына өсіп болды ғой. Өспей тұрғанда берсем, оны күйдіріп тастайды. Енді ана өсіп болды, оны тез енді, бағанағы көрдің 10-15 тұр ғой. Солар тезірек өсіру үшін мынаны беремін. Жаңағы бұны суғарған кезде, атамыз түсіндіріп кетті, мен суғарған кезде шлангымен суғарады екен десем, мынандай бір суғару жолы бар екен. Яғни бұл суғару жолы мына үлкен ортадан канал кетеді, жан-жағынан осындай шлангілер. Шлангілер әрбір қатарға басына бір не қоясыздар ма? Бір қатарға бір күрек. Бір қатарға бір күрек емес, анау езіліп кетеді ғой, айрандай болып. Соны шелекке салып отырып, мына арықта бір қарса су жүріп жатады ғой. Соған бет тамызып отырамыз, анау айдаманы басы шығарады. Бітті ана арық толғаннан кейін және бір арыққа апарамыз, бағанағы екі бочка жетеді. Жетеді. Бір теплица жетеді. Өлшетіп жеткіземіз аны. Түсінікті. Жалпы удобрение жағында түсіндіңіздер деп ойлаймын. Сосын жіпті еккеннен бастап қоямыз или кішкене өсе бастаған кезде жіп байлайсыз? Жіпті мынаны іштеме жоқ уақытта жерге байлап аламыз, дайындап аламыз. Шпагат тұрса? Одан кейін мынау шыққанда сол жіпті байлап, алдымен жіпті байлап қоямыз, сымды салып. Мынау өскеннен кейін жіпті байлаймыз. Мынау ертең және жоқ өседі ғой. Мынаны шешіп төменге түсіріп қайта байлаймыз. Соның үшін бұның жұмысы өте көп. Енді тағы да сұрақ, топыраққа еккеннен бастап қанша күнде өнім береді? Ол мына жердің ауа климатының ыстық суына байланысты. Әгер күн жаз күні болса, мен саған айтайын. Ұрықты біз жерге пірамес ұстаймыз. Бір талда да ұрық қой. Ол 45 күнде 55 күн аралығында саған рәсми өнім береді. 45-55 күн. Мынау қыс болғаннан кейін біз алдымен өстіріп аламыз. Одан кейін күннің жылылығын қарап отырамыз. Өсіп барса бұны тоқтатып қоямыз. Ана жерде өте биік өсіп кетсе, жығылып қалады, ауыр болады. Соған күннің қай уақытта өзіміз есептеп, енді жердің ыстығы өтпесе болмайды. Жердің ыстығы мынаны қабылдайды деген уақытта әкеп жерге қоямыз. Соның үшін бұның уақытының нақ белгісі жоқ, ол күн ауа райына қарайды. Арасы қанша метр болу керек екі ұрықтың? Арасы сенің жеріңе байланысты. Енді өзінің заңдылығы бойынша арасы 40-35 см.
болу керек сантиметр. Болу. Мына жағы 70-те 60 см болу керек. Су қойары жүрек. Иә. Сұхбатымызды ары қарай жалғастырайық. Енді жаңа бізге қияр жайлы көрсеткен болатын атамыз. Енді біз қызанақ кәсібі жайлы ары қарай жалғастырсақ. Жылыжайда қызанақты қалай өсіру керек? Атамызда енді 2 гектар жер бар екен. 2 гектардың енді 90% қызанақ деп айтсақ болады. Ата, енді сұрағымыз, тұқымы қандай ең бірінші? Тұқым әзір менің осы жерде 2 түрлі. Біреуі мұндай бір штуктен осындай бір жерден 4-тен беретінен. Бір сабағынан. Бір сабағынан. Енді біреуі 5-тен беретінен. 4-тен беретінен үлкен шығады. Ең үлкені 500 грамм. Біреуінікі. Екеуі 1 килограмм ма? Мұнаның біреуі. Сонда 2 помидор 1 килограмм болған? Өткен жылы біздің бар ғой, біреуі 920 грамм шықты. Рекорд орнатыпсыздар ма? Енді мен рекорд ешкім мені білмейді ғой. Жаман чал деп ешкім көзі білмейді. Сонда 2 помидор 1 килограмм береді. Помидор килограмм қанша отыр қазір? Әзір біз әлі сатқамыз жоқ қой. Негізі деген бұл? Өткен жылы біз жаңадан шыққанда 500-ден саттық килограмм. Килограмм 500 теңгеден. Әр қайсысы мысалы 300 грамм. 300 грамм болса 24 төгет қанша болады? 72. 7-де 2 килограмм. 2-ді ғой, 7-ді ғой. 7 килограмм. Менің барлық азыр осыны егіп отырған мынандайдан 1-ден 2-ден санағанда менде әзір 50 мың түп бар. 50 мың түп. 50 мың түп. Толық. Қанша күнде өнім береді? Қанша күн емес, бұл қысыққа барайды. Майда береді. Майда күн сайын алып отырасыздар ма? 2 күнде бір алып отырасың ба? Теріп отырасыздар? Күнде алып отырамыз. Қызарған алып отырамыз, артынан қуалай береді. Ал біреуін есептесекші, мысалы, бір қызанақ бір сезонда өзі қанша килограмм өнім береді? Мынау маған әгер жақсы болса, биыл осыдан мен жаңа айттық қой, мына біреуінің өзі маған 6. жоқ деп қой, 6,5 килограмм береді. Бір сезонда? Бір сезон. Мен бірақ сезон ғой менікі. Бір сезонда 6,5 килограмм. Онда бізде 50 мың түп бар, 300 тоннадан асып кетеді. Помидордың орташа килограмм салмағы май айында қанша болады? Ең арты 200 теңге болса, ортасы 300 теңге. Сонда мен 300 теңгеден есептесем, 300 теңге есептемей қойын, 200 теңгеден есептесем, мен мынадан биыл айтайын ба айтайын ба? Айта беріңіз. Аз дегенде 50 миллион алам. Таза табыс. Таза табыс емес. Мұнда азыр работшылар бар. Бір 20 миллион шығын шығар енді. 20 миллион тура шығады. 30 миллион пайдасы. Ол ойына жүріп қалады. Ата, сұрағымыз ары қарай жалғастырайық. Жаңа емдеу аурулары бар ма помидор? Ауруы бар. Қандай аурулар бар? Бұның бірінші ауруы, міне қара. Бізге осы ауру тиді, тоқтатып алдық. Жаңа міне ақтар. Қарайып тұрған. Міне. Мынаған алдыңында неме ұлдық. Міне көрсетейін міне. Міне тұрған міне. Мына жапыраққа тиеді, жапырақтан мынаған тиеді. Кейін мынаған келіп мынаны қарайтып өлтіріп тастайды. Мынаны қарағандар аурулар ғой мына. Ауру. Бұл аурудың аты бар ма? Атын мен білмеймін, қалай айтады. Бұның қытайша аты бар, бірақ неден жұғады бұл? Бұны әзір ешкім таба алмады, мен де өзім білмедім. Бұл ауру тиді, біз мына челекте бұны ауруын білетін агроном да бар. Соған мына апарып шалқай көрсетеді. Дәрісін жазып береді. Дәрісін жазып береді, сатып береді, әкеп дәрісін бұрамыз. Сонда жаңа тоқтатпаса толыққанды шіріп кетеді ме? Шіріп кетеді. Қанша уақытта тарап кетеді ол? Бұл әгер өзі тоқтатпасаң бір 5-10 күнде бірақ жоғалады. Ой, 5-10 күнде. Бірақ жоғалады. Суғару жағы қалай болып отыр? Аптасына 1 рет, 2 рет күнде ма? Жоқ, күнде болсаң, бұның ең қиыны биылғы ауа климат суық болған үшін бұлар ауру тиді. Көбінше күн жылы болса, анан кейін анау жел кіріп тұрса, бұл қияр сияқты ыстықты талап етпей ма? Талап етпейді. Қанша градус болу керек? Жақсы температура. Бұған ең жақсы температура 15 пен 30-дың арасы. 15 пен 30-дың арасы. Ал төмендеп кетсе? Төмендеп кетсе, 0-ден түспесе де өлмейді. Мынау суыққа мықты. Өнім бермейді бірақ. Өнім бермейді. Көз тиеді деп атады, ол қаншалықты рас? Көз тиеді, адамдар кірсе ауырып қалады деп атады. Оған өтірік. Көз тисе маған тиетін еді. Мен 81 жастамын десем ешкім сенбейді. Басқалар айтады, көз тиеді, саған бірдеңе қадақ қояйық дейді. Мына менен былай жатып шынығып, мына жер шығарам мына. Не дейсіңдер мына? Көкірек. Қалай шығарасыңдар? Әр күні мен мынадан бөліп түзді көтеремін. Bir günde mi?
Mene buraya yatan da. Атамыз 80-де. Денсаулық зор байлық өсірсе керек. Чалдар осыны үйрету керек мен. Қазақстандағы чалдары бар ғой. Бәрін маған дізіп беріңдерші. Ұлан, Ау. Қазақстандағы барлық чалдарды маған жинап беріңдер. 60-тан өткеннің бәрін маған беріңдер. Көрдің бе міне? 60-тан үйде отыр ғой. Көлттің өзін ауыр деп отыр ғой. Көлттің өзі ауыр деп отыр ғой. Мына менен өсиет шығарамын. Жоқ, мынау қазақтар бар ғой. Нақ немене тәрбие. Ең пайдалы осы. Денсаулық ананың бәрі істейді ғой, ақша бәрінде бар. Қазақстандағы бар чал менен бай. Олар чалды үйінде қазы қарта жеп жатады. Проблеманы айтайын, ашық. Айта бер. Бізде мына Қазақстанда осы теплица бастаған кезде көп адамдар теплицаны аралады ғой бізде. Түсірейік, көрсетіңіз десек, енді барған 10-ның 10-ы да кіргізбейді енді. Яғни жоқ болмай түсірмей қой, керек емес, себебі көрсетеді, ауырып қалады, болмаса қызғанады, мүмкін конкурент көрінеді. Енді бөліскісі келмейді мына сіз сияқты. Осы жақта бір қанша заводты байыттым. Соларды байытып болып, ақыры өзім кедей болып қалдым. Мен өз алдым істейді басып түсіп кеттім. Шаруашылыққа келдіңіз. Менімен бірге мынаны бассалысып істегендер болды. Олар әкімдер, жері бар, ақшасы бар. Біреулер алып теплица салған. Тура осындай. Осы ағашпенен менен көріп. Ай аға деп жүргенді, мақұл дедім. Айтып бердім. 83 миллион қаражат ұстаған. Өткенде барсам аға менің мына ағаштарым сатып жатыр, мына пешімді аласың дейді. 83 миллион. Мен 83 миллион емес, мен 8 миллион бастамаса бар болсаң дамып тұрады. 83 миллион теңге салған ба сонда? Салған. Жаңа помидордан пайда көп па, атауында келесі сұрамыз, қиярдан пайда көп па? Қиярдан пайда көп, жұмысы көп. Одан көп істеп кете алмайсың. Мынандай 10 теплица болса, оған аз дегенде сен 40 адам істетуің керек. Ал помидорда? Помидорда мен мынаған істетіп барып, бірінші жылы салғанда адам көп болды, екінші жылы 30 адам істеттім. Үшінші жылға келгенде 27 адам істеттім, биыл 17 адам істедім. Қанша уақытта өнім береді? Мынау Алла берсе майдың 15-терінде өнім береді. Қашан ектіңіздер? 15-терінде. 15-терінде. Февральдың 15 ектіңіздер, майдың 15-і өнім береді. Береді. Мен былай айтайыншы. Мынаны бастап істеп, мынаны салып отырып, қайтадан өнім алғанша 8 ай кетеді, болды. 8 айда салған, мысалы 80 миллион болса 80 миллион аласың, 8 миллион болса 8 миллион аласың. Қыркүйекке дейін өнім аламыз әлде кете береміз ал, желтоқсан, ноябрь. Мен мынаны маған керек жоқ. Істеген еңбек көтермей арзандап кетеді ғой. Иә. Өткен жылы мен 7-ші айға шықтым, балаларға тастап қойып кете бердім. Олар өзі тере ма, сата ма, жейм өздері біледі. 7-ші айға дейін сіздікі. Жаңа екі түрлі ауру бар дедіңіз, біреуі жаңа қарайып ауырады, екіншісі? Мынаның екіншісі енді азы күнде мына үлкейеді ғой. Қазақтар айтады, жынды көбірек дейді ғой. Үшіп жүретін. Иә, жынды көбірек. Со пәле. Со қонады, құрт тұшады, ертеңін олар тесіп мынаның ішіне бар ғой, басын кіреді да, ішіне кіріп алады. Онда ата тозаңдату жайлы жаңа айтып берсеңіз. Тозаңдату жайлы, мынау күл шықты ғой. Менің осы жерде айырым тәрбиелеп қойған 5 қыз бар, 4 қыз бар. Солар келеді да, мысалы мыналарға ұрып болды. Былай қып тұрады да, былай қып тұрып. Онда жел береді. Тозаңдатқан маған келіп жел береді дейсіз. Мынаған шашатын дәрісі бар. Әрбір несіне тозаңдату. Әрбір осыдан бірден қыздар бар ғой, ары жүріп бері болсын, барлығы істеп шығады. Жеке-жеке. Жеке-жеке, болмаса біреуін түспесе бәрі, мына түспегеніне өнім бермей қалады. Оңай шаруа емес бұл. Менен басқа көп адам істей алмайды мынаны. Істеу үшін маған келіп таяқ жеп, кесе үйретесіздер. Үйретемін. Бұның дәрі, ішінде дәрі. Былай ұстайсың міне. Мына тұр ғой міне. Болды. Ішіндегі дәрі мынаны күрі түсіп кетпейді. Одан кейін ауру түйден сақтайды. Одан кейін өңі қызарып жақсы болады. Дәмі тәтті болады. Сен жазда келіп менген же. Сен кінді ала келе екеуміз жейік. Мақұл, ауыстырамыз бір. Ауыстырамыз. Жек көрейік. Атауында келесі сұрақ тозаңдату түсіндік. Одан кейін сұрақ, артық жапырақтарын қайтеміз оны? Кесу тәртібі бар ма? Белгілі бар. Әлбәтте бар, ол жақсы сұрадың міне. Әзір мысалы мынаның ішінде әзір жоқ жауап мындай. Уже артық жапырақтар алынған емес, кесілгеннен бері. Оны алмаса, бұлағы бір семьядағы адам сияқты. Мысалы бір табақ асты 5 адам жейсің ба, 10 адам жейсің ба? Мен бұны
мынаны бар ғой. Мына көріп алып тастамасаң 2-3 күннен өзі күйіп кетеді. Соның үшін біз бұны қай уақытта қайсысын алып тастаймыз, қаншасын қоямыз бәрін работшыларға айтып отырамыз. Келесі сұхбатымызды біздің Бақтияр ағамен осы жерде 7 жыл бойы осы жерде жұмыс істеп жүрген, осы жердің енді бригадирлерінің бірі деп айтуға да болады, агрономдарының бірі деп айтуға да болады. Бақтияр аға, қазір сіз не істеп отырсыз? Мысалы, қазір шөп жұлып отырсыз ғой. Не себепті жұлып отырсыз? Ол шөп жұлу керектігін қайдан білесіз? Біз мына шөпті жұлғанбыз да, мына ардылау. Бұл қандай арам бұтақ дейсіз бе? Енді біз сөй деп айтамыз да. Бұл мына шөптің мынаның күшін түнеу тарып кетеді. Біз мынаны алсақ, мынау тез үлкейеді, тез өседі. Артық бұтақтар жұлсаңыздар тез өседі, тез үлкейеді, өнім жақсы береді. Өнім жақсы береді. Ол артық бұтақ қай уақытта шығып отырады? Бұл енді бір рет жұлсаңыздар болды ма әлде? Жоқ. Жай жылы жиі шыға ма? 7-8 күн бола ма, шықса ала береміз. Мына өсті ала береміз, мына оқыра. Соны ала береміз. Төртеу қоямыз, бесеу қоямыз, соғылта тоқтатамыз. Жұлып кесіп отырасыздар ма? Мына басы бар, мына алып тастаймыз. Кейін бұл тоқтайды. Бұл тоқтағаннан кейін мына күштің бәрі мына тез үлкейеді. Сонда басını кесіп тастаса өсуі тоқтай ма, или кесіп отырасыздар ма? Басын алса тоқтайды, өспейді. Сонда негізгі басы мынау. Мына келеді. Бұл кесілсе уже өсуі тоқтайды. Өспейді, тоқтайды. Егер бір адам сырттан кесе, өзі егем деп енді адамда тәжірибе болмаса, адам ештеңе еге алмайды, дұрыс па? Қанша уақытта осы жерде тәжірибе жинай алады толыққанды? Енді ол әр адамның өзінің несіне байланысты, үйренген несіне байланысты. Біреу демде үйреніп кетеді, біреу үйренбей қалуы мүмкін. Біреу бір айда үйреніп кетеді. Ниетің нең болса бір айда оқып кетеді. Дәрілеуге қатысасыздар сіздер тікелей. Дәрілеуіне көре береді, қатысады. Дәрілеу жағын қалай жүргізесіздер? Атамыз айтты, тұмандап дәрілейміз деді. Аппаратурамыз бар. Дәрілегенде мына қараймыз, қандай не түсті, мына қандай кесел бола ма, қандай бір витамин жетіспей ме, соның дәрісін береміз. Енді ең бастысы дәрілеп, бұтағын жұлып, бойын тоқтатып, уақытына кейін кез. Енді келесі сұхбатымыз суғаратын ағамыз осы жерде бөлек екен. Асолпаға, есіміңіз? Қартай. Қартай аға, суғару жағын толық айтып берсеңіз, аптасына неше рет суғарасыздар? Және судың көлемі қанша болу керек? Суғармай қалсаңыздар не болады? Бұл енді суғарғанда өте құрғап бара жатқан кезде суарып отырамыз. Күнмен айтсаңыз. Ол бір жұмада бір айланып тұрады ғой. Аптасына бір рет суғарып отырасыздар. Күн қатысып кетсеші? Қатысып кетсе су көбірек керек болады. Аптасына өзі 2 рет бола ма? 2 рет болады. Таңертең суғарасыздар ма, түсте суғарасыздар ма? Қанша уақыт су тұру керек бұда? Таңертең болса да, түсте болса да болады. Өзіміздің мына тепсеміз 7-9 тепсе ғой, соны айландырғанша өз 2-3 күнде әрең бір рет айланамыз. Мысалы, арыққа су жібердіңіздер. Ол қанша сағат тұрады? Или толғанша тұра ма? Басына жетсе болды, қайтарып аламыз. Ана бастан жіберсек, мына бастан. Су өзі ақырын сіңіп келеді ғой соңына дейін. Қайтарып аласыздар. Сол жетеді деген сөз. Жетеді. Яғни күн қатысса 2 рет, күн нормально болса 1 рет. Шөп жылу жағын көрсеттік, суғару жағын түсіндірді. Енді бізде жылу жүйесіне жауап беретін Шалқар деген бауырымыз екен. Жылу жүйесіне жаңағы аптасына қанша, мысалы, 100 метр дедік қой. Мысалы, температура қанша болу керек? Және де аптасына қанша тонна көмір кетеді? Күніне қанша уақыт жағасыздар? 24 сағат толық жағасыздар ма әлде 2-3 сағат ортасынан жіберіп жағасыздар ма? Жалпы жылу жүйесі жайлы айтып беріңізші толыққанды. Жылу жүйесі бұны жылы ұстау керек, 18 градустан жоғары болу керек. Градуспен қарап отырамыз. Градуспен қарап отырамыз. Түнде сол түнде жағамыз, күндіз күн шықса, күннің ішімен, күннің салафанның қызуымен іші сыйды. Соған қарап, отты өшіріп, азайтып, өшіріп отырамыз. Сол. Мысалы, 100 метрдің ішінде қанша пеш бар? Бұда 12 пеш бар, 6-6-тан 12. Екі жағында? Екі жағында. Турбаның ұзындығы қанша? Турбаның ұзындығы 10 метр. 10 метр, ортасы ашық қап тұр, қанша метр сайын қалған? Ортасы 9-10 метр ғой ортасы. Пусой қалдырасыздар да, ары қарай 10 метр сайын пешпен турба тұрады, жылу бересіз. Бұл қанша градусқа дейін қызиды бұл турбалар? Бұл жаққанға байланысты, жақсаң көтеріле береді, 35-ке дейін, 40-қа дейін. Қарапайым темірлер ме? Иә, қарапайым темір. Атын көбіне жан түсіру ғой. Қанша тонна көмір кетеді бір күнде? Бір пешке бір күнде бір 200-300 килограмм пеш. Уағынан ба, әрістен жағыстыр ма? Біз көмірдің ірісінен жағамыз. Ірісінен дұрыс қой? Сеткаға түсіріп, сетканы өткізіп ірісін жағамыз. Майдасы жақшанбайды. Яғни сіздер уже январь, қаңтар, яғни февраль айынан бастап от жағып осы ішіне егуді бастайсыздар ғой? Содан жазда тоқтатасыздар? Содан бастап, күн жылғанында ақырын. Қыркүйекте жағасыздар ма? Қыркүйек емес осы. Апрель айында жақын тоқтата береді. Апрельде тоқтатасыздар, жазда тоқтайды. Одан кейін октябрь, ноябрь өнім алмайсыздар ма сіздер? Алмаймыз. Ол уақытта уже тоқтайды. Біз қайтадан уже ол уақытта мынаны тұтастаймыз қайтадан. 2-3 ай қайтадан жұмыс істеп, уже қаңтар мен февральда қайтадан бастай бересіздер. Жердің бәрін тегістеп, мынаны жұлып далаға шығарып, ол көңтөгіп тегістеп.
Үшінші сұхбатымыз. Бұл сұхбатта ата енді теплица помидорды көрсеттіңіз, қиярды көрсеттіңіз. Суғару жағы, емдеу, ауру жағы, артық шөп жағы, салмағын, қанша гектар егу керек, температурасына толық айтып беріңіз. Енді біздің тағы да ең маңызды сұрақтардың бірі теплица салу және орын таңдау. Осы жайлы толыққан түсіріп кетсеңіз, мысалы теплица қазір ағаштан да салады, темірден де салады, терезеден де салып жатыр қателеспесек. Жаңа технология көбейіп отыр, бірақ сіздікін қарасақ, қарапайым, қол жетімді ағаштан да жасағансыздар, қарапайым қарағайдан жасағансыздар қателеспесек. Осы жайлы толық айтып кетсеңіз. Бірінші жер таңдауды арғы айтайын. Бұлар жер таңдамайды. Теплица. Теплица жер таңдамайды. Бірақ жер сор болмасын. Сор? Сор дейміз ғой. Ақтаңда сор шығып қалады ғой. Иә. Сор шықса оған дауа жоқ, өнім бермейді. Кейбіреулер теплицаға біз таудан қара топыраққа келдік, анау мынау дейді. Оның ешқандай қажеті. Қара топырақ, сары топырақ. Керек жоқ. Қара топырақ, сары топырақтың оның керегі жоқ. Мына осы менің салғаным бәрі осы жердің өзінің топырағы. Ана стаканға салатын осының өзінің топырағы, осының өз топырағы. Енді помидорға қарата баққанда жер біраз құмдылау болса жақсы. Помидорда. Ағысы да біраз қара топырақта болса ол жақсы. Помидор құмда өте жақсы шығады. Қазір естіген шығарсыздар осы күнде Сауд Арабияда мысалы бұны шықпайды дейді, Қытайларға беріп жатыр. Арабия құмында егіп жатыр ма помидор? Білмейсіңдер ме? Естімедім. Сізден естіп отырмын. Мен енді аш-жөң болса қазақтар жақсы деген сол кетеді отыр. Сен алып кетемін. Ол ең тәтті, күн ыстық. Мына жерде күн суық, жаңбыр бар. Бұның мәйлі мынау болсын, анау болсын, ең қорқатын немене? Ауа климатынан. Бұның барлығы бар ғой. Адам ауадан қандай демалса, бұл да күн нұрынан сондай демалады. Өзбекстанда жақсы. Ыстық. Одан бері қарта Сарыағашта жақсы. Ыстық. Одан бері қарта ана Таразда, Жамбылда. Жақын ғой кішкене. Жақыннан қарта. Біздің Алматы төңірегінде көп адам бұл істеп шығара алмады. Теплицасыз кәсібінде. Осы теплицаны істегендер көп, мен саған айтайын. Қазір бұны заманауи салған да бар. Қапшағай жақтан көрдік. Қапшағайда білмеймін, жолдарда бар ғой, бәрі тұр. Түнде жанып тұрады ғой кейде даже. Қазір жолдарда істеп қалғандары бар. Мен осыны өзім осыдан істеп, осыдан шығарамын деп мен. Өзім ағаштың міне 12 декабр бар ғой. Иә, білем декабр. Сол жерде салдым, шығардым. Анан кейін Шоңғырға салдым, шығардым. Ұзын ағашқа салдым, шығардым. Осындай табыспен шығардыңыз. Осындай табыспенен. Яғни жер қара топырақ болсын, сары топырақ болсын, маңызды емес, ең бастысы сор жер болмау керек. Сор жер болмау керек. Одан кейін күн нұры жақсы түсетін жер болу керек. Жылы жер жақсы. Сосын жаңағыда айтып жатады ғой ата тағы да. Егер жерді алып, жаңа неге апарып тексертсе болады екен деп шана агро лабораторияға апарып тексертсе, айтып береді екен дейді, витаминдер, жетіспейтін материалдар. Мен ондай ешкімге апарып көрмедім. Апарып көрмедіңіз? Мен 4 жерге ектім, біреуіне топырақ апарып көрдім. Тек қана немен үшін, мына санаторияға бола ма деп соғанағы немес жеміс тексертуге рұқсат қағазын аламын, одан басқа топырақ тексеріп көргем жоқ. Жер таңдаған кезде өзіңіз сол жерге қарап анықтайсыз ба или қалай? Жерге қарап анықтаймын. Сосын су болу керек па жанында? Әлбәтте су болу керек. Су болмаса керек жоқ бар ма? Сосын жері бұрыннан қазылған, бұрыннан егін егілген жерлер болса ше? Оқшаш, бұрын егілген жер болса да болады. Бұрын егілмеген жер болса тіпті жақсы. Ең бастысы жаңа витаминдерін қосу деп айтасыз. Витаминдерін қосу. Ең жақсы қойдың көңі. Қойдың көңі. Мынаған қойдың көңін еттің ба? Бұл барған сайын қара топырақ қайдына береді. Бірақ свежий болмайды. Болмайды свежий. 30-40 жыл, 20 жыл, 10 жыл кем ма? Ең болмағанда үгітіліп, немен көң болып қалады, көң дейді. Көңді баяғыда нан жасайтынбыз осы көңдермен. Нан жабатын. Ең бастысы көң болса болады. Онда ары қарай жалғастырып, енді теплицаның құрылымы бойынша. Жаңа сіз енді ағаштан салады екенсіз қарап отырсақ. Сосын пакетін қайдан аласыздар? Сіздер әлде пакетті тоже Қытайдан алып бересіздер ма? Мен мына пакеттің бәрі Қытайдан әкелген. Қазір бұл пакеттің бәрі Алматыда бар. Ең жақсы пакеттер бар. Қытайдан әкелгенмен бұл жерге әкелген бағасы анша көп farq қылмайды. Ал ағашты қандай ағаш болған дұрыс? Қайың, қарағай? Қарағай түзу ғой. Ең жақсы ағаш түзу болған жақсы. Мен әзір осыны бастағанда 3-4 жыл істедім ғой. Аз дегенде мен 50 КАМАЗ ағаш әкелдім. Ресейден тасылақ. Мен Ресейге өтелмеймін ғой. Семейдегі балалар әкеп өткізіп, олар ан жақтан арзанға келеді маған. Қосып ата дейді. Бәрі әзір менің клиенттерім бәрі мен ата дейді. Мен үшін ағашшы да байыды, темірші де байыды, труба жасайтын да байыды, көңшілер де байыды, бекер жатқан көңін сатып беріп. Қаншадан пайда берді. Сонда ағаштан ағаштың ішінде жаңағы қарағай. Қарағаймен жақсы. Ұзындығы 6 метр.
қазіргі ұзындық қанша қазір? 6 метр. Ортасы 6 метр. Жоқ, мынасы 6 метр. Бар ағаш 6 метр. Әкелеміз оны кесеміз. Яқа біраз ақша кетеді, ағаш кетеді ме? Қанша ағаш кетеді ғой сіздер? 150 метр. 150 метр емес, мен 100 метрден есептейсіз аға. 100 метрге үлкен кішісі бар, орта есеппен 750 штук ағаш керек. 750 штук ағаш. Сосын ата тағы сұрағымыз. Сіздерде мысалы ағаш темірмен жасау үшін өзіңнің жерің болған дұрыс па әлде? Әлбәтте. Темірмен жақсы ма, ағашпен дұрыс па? Темірмен жақсы. Темірмен жақсы, бірінші шіріп кетпейді. Бір, екінші оны заманауи жасайсың, 2, үшінші Қазақстан өкіметі ондай жасағына субсидия береді дейді, 3. Ағашқа бермейді. Ағашқа бермейді дейді. Білмеймін, ана күн біреу ойбай алып беремін деп мен алдап біраз ақшамды алып алдым. Темірге субсидия береді дедіңіз. Темірмен жаңағы заманауи болды деп тұрсыз. Енді ағаш мысалы қанша жылға дейін шыдайды мысалы? 4-5 жыл жұмыс істеп беремін, одан да көп па? Жақсы күтсең осы 5 жылға береді. Осы тура ағашпен 5 жыл теплица тұра береді. Тұра береді. Біз менің мына теплицам жақсы салынбады. Не үшін біз екеуміз 16-дың 10 айда келдік осы жерге, Шалқар екеуміз ғана келдік. Адамымыз жоқ. Тамақты өзіміз ішеміз. Рабочы жоқ. Соны асығып сол жылда істейміз дедік та. Мына қисымыз айтып чегелеп бітірдік. Енді жасасақ бұны түп-түзу отырып жасасақ 5 жыл. Келесі жылы бұйыртса. Биыл мына күзден бастап жасаймыз. Уже көшесіздер биыл. Көшеміз. Ең алғаш жылы қанша? Біреу салдыңыздар ма, екіншеу салдыңыздар ма? 11-ын бәрі сол жылы салдым. Ең алғаш жылы ма? Ең алғаш жылы бір жағынан салып жаттым, бір жағынан өскеменнен ағаш келіп жатты. Бір жағынан рабочы жоқ. Ақшаны беріп отырып ауылдың адамдарын іштемін ұқпайды. Мынаны қалай шегереді, мына ағашты қанша метр білмейді. Сол жылы мен жүгіргенде бір күнде аз дегенде 30 километр жүгіремін. Ананы мына істеді. Суды қалай, шлангын қалай білмейді. Әзір соның бәрі біліп алды да өздері істеп жатыр. Сол кісілер. Сонда сіздің ұстанымыңыз бен түсінігім бойынша аздан емес көптен егу керек қой. Барынша көп нетсе пайда көбірек табасыз. Әлбәтте. Өткен жылы біз 27 адам істеткенбіз. Биыл 17 адам істеп жатыр. Мен оларға айттым, айлығың міне бар. Толық. Осының сыртында мына 300 тонна өнім шықса, әрқайсыңа 100 мыңнан марапат. Әгер 100 мыңды алмасаңдар, әрқайсыңа ақша қосып, Қытайдан бір мотоциклет әкеліп беремін ауылдың адамдарына. Әрқайсына. Уағдағылар. Олар біледі, атамыз айтты істейміз дейді, соның үшін істеп барады. Әгер 300 тоннадан арғы асып кетсе дедім, 350 тонна болса, 50 тоннаны 2-ге бөлеміз, 25 тоннаның ақшасы менікі. Ана 25 тоннаның ақшасын және сендерге осы қадамға бөліп беремін. Пайданым? Пайданы. 25 тоннада қанша шығады? 200 теңгеден болса 5 миллион шығады. 5 миллион 15 адамға бөліп. Зарплатасынан бөлек. Зарплатасынан бөлек қой. Онда мотивация жос көрсі. Соның үшін әзір мен ойнап жүремін, өздері істейді, бәрі ауылдың адам, әзір көрсетемін. Сіздікі сонда мынау айткен ата технологиясы ма сонда? Әлбәтте. Сосын технология кітап жазып жатқанда. Құрметті көрермендер, жаңа мына жақта 4-еуін көргендеріңіз олар 150-ден. 150-ден. Енді мына жақта 5, 6. Яғни мына бетте құрметті көрермендер өздеріңіз көріп тұрғандай 150-ден 4-еу бар. Мына бетте 100-ден 5-еу бар, 5-еу бар. 5-еу бар. Осымен екі-екі толық ата, Анада өзің есепте. 150-ден 4-еуі қанша болады? 600. 6 теплица болады. Мынау 5 мен айттым ғой. 11 теплица. Кез келген мемлекетті, кез келген қаланы көтеретін кәсіпкерлер. Қазір уақытта біздің осы кризис жағдайда, карантин уақытында да халыққа ақша бөліп жатқан, үкіметтің бюджетіне ақша салып жатқан, дүкендер ашып жатқан, аптека ашып жатқан, маскалар алып беріп жатқан, бұның бәрі кәсіпкерлер. Адамдар жұмыспен қамтамасыз ететіндер де және айлықпен қамтамасыз ететін, бұның бәрі кәсіпкерлер. Енді біздің айткен атамыздың өзі қазір уақытта 20-ға жуық адамды жұмыспен қамтамасыз етіп отыр. Яғни сізде енді айткен атамның жұмыс уақытын қарасаңыздар өздеріңіз 7-8 ай бойы қаңтар айынан бастап осы теплицаның ішіне кіресіздер, соңғы айында тазалаумен өтесіздер. Сонда 1 жыл толыққан жұмыс істей бересіздер ғой, түсінігім бойынша ешқандай үзіліссіз. Сондықтан енді үзіліссіз жұмыспен қамтамасыз етіп отыр 19-20 адамды. Алғаш жылдары 46 адам деп айттыңыз. Осы жердің негізі бізде шынымен ата бізде мынандай сөз бар. Біз Талдықорғанға барған кезде лепешка жасайтын адам түсірдік. Сол кезде сол кісі де айтады, адам жоқ дейді жасайтын. Соны айтамын, қалай адам жоқ? Бүткіл Талдықорғанда күнде 5 мың теңге алатын адам жоқ па десем, қазақтар істемейді, өзбектер жақсы істейді дейді. Қазақтар шыдамайды дейді бұл жұмысқа. Бірақ сіздерден де қазағы бар, өзбегі бар, 2-3 бәрі істеп жатыр да. Тәрбиеледіңіз ба, тәжірибеңізбен бөлістіңіз ба, және де
жаңа өзіңіз де бір ауыз сөзіңіз айттыңыз. 50%-ында жаңа өздеріне бонус ретінде тапсырдым деп. 50% мен алайын, 50% өздерің алыңыздар. Сосын сағаттық жұмыстарына қанша төлейсіздер? Айлыққа жұмыс істей ма? Мүмкін сағатқа жұмыс істей ма? Күнделетіп төлейсіздер ме? Осы жайлы толыққанды айтып берсеңіз. Адамдарды жұмысқа салу адамдардан емес. Ол соны басқаратын адамдардан. Адамдардың бәрі жұмыс істеуге болады. Мен осы адамдарға өзімше бір жағынан әкелік ақылым деп айтамын, бір жағынан қазақты қаным осылар тәрбиелейін деп. Әзір мұның ішінде Өзбекстаннан келген 4 адам. Бұрыннан бері істеген, енді ата сізбен істейміз, және 6 жыл істейміз. Чалқарға жардамшы боламыз. Сіз шал болдыңыз, демал кет. Біз агроном болдық дейді анау. Мақұл деді. Қалғандары бар ауылдың адамдары. Ауылдың адамдары басқа келген уақытта көп білмейді. Кейбіреулер келді, жақсы істемеді. Баста істегенде 46 адамның ішінде 15 жақсы істесе, 15 түтті мені ұйықтатып қойып, ананың ішінен ұрдап машинамен тасығандар да болды. Ұрлағандар. Соның бәріне шыдадым. Өзім қазағым ғой, алса да берсін деп. Сонымен талдап қазір маған істейтін адал, ақ көңіл, анан кейін өз жұмыстайсы адамдар талдап алып болды. Енді биылғы принципім өткен жылға оқшамайды. Мен алдыңғы жылы ел жаққа кетсем, ақшасын беріп кетсем, 5 теплица адамдардың бәрі кеткен, ата кетті ақша беретін адам жоқ дейді. Бірақ құрап қалған. Соның ішінде осының ішінде 3 адам бар. Жәнібек дейді, анау Ағыбай деген бір балам, оны неме тұрсын. Міне бұл сияқты адамдарды мен әзір мәңгі істетім. Енді мен мына теплицаны биыл және басқа жерге көшіремін. Мен бұларға былай айттым. Биылғы зарплата сендердің бөлшіл әзір 150 мың теңге алатыны бар. 100 мың теңге алатыны бар. 80 мың теңге алатыны бар. Әйелдердің өзі айына 60 мың. Анан кейін жақсы істейтіндер кейінгі қалтасына бір үміт қойып қояды. Жоқ, жақсы істегендер өзім білем ғой. Сонымен бұның бәрі жақсы істейді. Бәрі үйреніп алды. Енді бұның осының әрқайсысының өзінің техника бар. Мысалы мынаған гүл беретін адамдар гүлді жақсы бермесе қотыр болып қалады. Я болмаса мына ұмытпаса ертең оған өнім түспей қалады. Бірімен бір оқшамайды. Жауапты адамдар бар. Жауап. Сушы жақсы бармаса және болмайды. Соның үшін бұлар барлығы өз жұмыстарында істейді. Мен осы жерде істеп отқан ауылдың бірінші рет келгенде еш адам жоқ, өзбектерден біреу де жоқ. Бақаңдан басқа бір бастықтар алып кеткен. Мен тастап қашып кеткен бұл айтқан. Бастықтарға жібердім. Осы жерге Чалқар екеуміз ғана келдік. Бағанаға Құлыкөптің осы жердің адамдары ақша берем екен дейді. Ақша бермесіне келеді дедім. Соның бәрі қапты кірістім осы. Сол жылы мен жиыны 8 айдың ішінде осы 11 теплицаны салып болып осы жерде қазақтардың күшімен. Бұның ішінде Мести де бар. Қытайдан келген оралман бар. Мұңғыриядан келген оралман бар. Бәрі істеп сол жылы мен салған 30 миллионды артығынан алып қойдым. 11 теплицаны жалақыларын төлеп, өзі салған ақшаңызды шығарып, ақшамды шығарып, пайдаға. Келген жылға келгенде 30 адам істеді. Өткен жылы 27 адам істеді, биыл мен 17 адам істеп тұрады. Енді биыл бұларға бұлай айттым. Мен сендерге айтып қояйын. Осы келгендер маған кетпейсіңдер. Биыл істегенің мысалы әйелдер 60 болса, келер ел 70 мың. Одан ары 80 мың. Одан ары 90 мың. Мен бағаны есептедім, ақшалды мен бұларға бермей не аламын. Бұл бірінші принцип. Соның үшін әзір бұның бәрі кетпейміз ата. Ана жерге теплицаны сал деп отыр. Бәрі маған сенеді. Екіншіден жаңа өткенде бұларға айттым мен. Мына 300 тоннаны аламыз, мынаны шығады, бәрі есептеп отыр. Дұрысын есептедің ба? Шыға ма? Шығады. Жомарт қайды есептеді ма? Олар маған 300 тоннадан көп есептеп отыр. Мен айттым 300 тоннаның ар жағына өсіп кеткен болса, мысалы 1 тонна өссін, 100 тонна өссін. 50-50. Жарым мен алам, жарым осыларға. Өздері қарап отырындар ертігіні бәрі есептеп шығарады ғой. Күніне мына қанша килограммды өткізіп берді Шалқарға. Бәрі есебі бар. Жазылады. Ақшаларын беріп берем дедім. Бұлар маған бәрі сенеді. Маған сенесіңдер ме жоқ? Сенесіңдер, дұрыс. Қорқасыңдар ма? Осы қазақтар істемейді деген қата. Қазақ істейді, дұрыс үйрету керек. Қазақ елін байыту қиын емес. Айтым бәрі. Мен осы жаққа қазақ елін байытам деп келдім. Құрметті көрермендер, атамыз айткен атамыздың соңғы айтар сөзі сіздерге жаңа ата өзі айтқан болды. Келем десеңіздер, үйренем десеңіздер, көрем десеңіздер,
тәжірибе жинаймын десеңіздер, Келіңдер. есік ашық, тегін, ақы сұрамайды. Ақыл сұрамаймын. Керек жоқ. Келіңіздер, еңбек етіңіздер, үйреніңіздер, тәжірибе жинаңыздар, атамыздың жанында жүріңіздер. Тур осылай әр қазақ бай болсын деген атамыздың да ұраны бар екен. Сұхбатыңызға үлкен рахмет, осы берген сұхбатыңызға. Енді құрметті көрермендер, егер осы видео көп адам көрсін, көп қазақ көрсін десеңіздер, өзіңізге пайдалы болса және де біреуге пайдалы болсын десеңіз, видеоны міндетті түрде WhatsApp чаттарыңызға, достарыңызға, туыстарыңызға ең бірінші тарату керексіз. Одан кейін қалған сұрақтарыңыз болса, біз Telegram каналы қоятын боламыз. Астына Айткен атамыздың сол жерге номерін қоймасақ та, Айткен атаның Шалқар деген ұлын сөйлеп тіркейтін боламыз. Сұрақтарыңызға жауап береді. Мекен жайдың бәрін видеоның астына қалдырамыз. Жаңағыда ішінде пайдалы ақпаратты қалдыратын боламыз видеоның астында. Сондықтан комментарий жазуды ұмытпаңыздар, лайк басуды ұмытпаңыздар және таратуды ұмытпаңыздар. Ата сізге рахмет және сіздерге де рахмет. Қош сау болыңыздар.